Абай облысының ономастикалық кеңістігін одан әрі реттеу және елді мекендердің атауларын зерделеуге арналған. Империялар мына өздерінің шекараларын ұлғайтқанда, сол өзіне тиесілі емес жерге басқа халықтардың өзгертуге тырысқан ғой аттарын. Және үнемі солай. Мысалы, ана Йоханнесбург, оңтүстік Африкада, немесе ана Вашингтон, үндістердің жерінде. Бірақ олар оны әрі қарай жалғастырмады. Себебі оның жалпы қате екенін олар түсінді де, сол бір-екі сондай шағын атауларымыз шектелді. Ал мына Ресей империясы көп қолданды. Шығысқа мына қанат жайғанда түгел. Ана патшалардың есімдері, Екатеринослав, Екатеринбург, тағы сондай көп керемет сондай атауларды туғызды. Өйткені жергілікті халықтардың атын ұмыттыру мақсатында. Сосын екінші бір тәсілі жер аттарын ұмыттырудың. Карталар, мынау менің алдымда жатқан мынандай ірі масштабта карталары тыйым салған, халыққа таратылмайды. Олар тек қана құпия, немесе соларға геодезистер пайдаланады, сондай ғана. Өйткені бұның масштабы ірі. Мысалы, 200 дейміз, 1 сантиметрде 2 шақырым. Мына жатқан карталар сондай. Немесе 100 дейміз, 1 сантиметрде 1 шақырым. Одан да ірі карта 1 сантиметрде 500 метр. Бұны көптеген жер атаулары сақталған, бұл Құдайға шүкір бар. Қолымызда зерттеушілерде бар. Ал халыққа берілетін ол кезде миллионка деген карта ғана, халық сонымен ғана соны ғана көріп тамашалай алатын, ол 1 сантиметрде 10 шақырым. Оны көптеген жер атаулары жоқ. Сосын оның өзі соншама көп таралыммен шықпаған. Жалпы Семей өңірінің тарихы әрине арыда жатыр, тереңде жатыр. Бір ғана осы Семей атауы жөнінде де ғылым айналымда бірнеше пікірлер орын алған. Оның жаңағы көбісі Семипалатинск атауымен байланыстырады. Ал негізгі Семейдің тарихи атауы сонау мыңжылдықтардың қойнауына кетеді. Мына зерттеуші тарихшылардың айтуына қарағанда, бертінде Жамбыл Артықбаев әдейілеп үлкен мақала жазды. Бұл Семейдің жаңағы сары ұйғыр тілінде қасиетті киелі мекен дегенді білдіреді. Айланып келгенде біздің мынау жеті шатыр, соның бәрі кезіндегі Торжыкент ғибадат орындары көп болған. Семей қаласы қалыптаспай тұрған кезде, Семей бекінісі салынбай тұрған кезде де бұл жерде тіршілік болған адамдар өмір сүрген, әсіресе көшпенді біздің ата-бабаларымыз өмір сүрген, оның бірнеше дәлелдері бар. 20 ғасырдың басындағы қазақ тарихындағы ең ірі құбылыстардың бірі бұл Алаш қозғалысы еді. Сол Алаш қозғалысының іргетасы қаланған мекеннің бірі Семей қаласы. Семей қаласының ішінде қазіргі таңда Жаңа Семей деп аталатын сол кездегі Алаш қаласы. Алаш қаласында қазақтың біртуар тұлғалары, тарихи тұлғалары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы, Міржақып Дулатұлы бастаған қайраткерлер табан тіреді. Сол жерде бас қосты. Алаш қозғалысына, Алаш автономиясына қатысты бүкіл тұжырымдардың барлығын сол жерде, сол басқосуларда ақылдасып шешкен болатын. На протяжении истории город Семей, Семипалатинск является образовательным, культурным, торговым, логистическим центром Казахстана. Многие важные исторические события связаны с городом Семипалатинском, поэтому сейчас город Семей носит особый статус исторического центра Казахстана. Если говорить о развитии торговли и остановиться в целом, поскольку в социально-экономическом развитии региона торговля всегда преобладала и в прошлом, и в настоящем, то надо, конечно, отметить вклад купцов, которые внесли свой вклад в целом развитие не только города, но и региона. Вот середина 19 века, на середину 19 века приходится подъем торговли, пик, можно сказать, развития торговых отношений. И именно в это время известные купцы способствовали развитию торговли с Китаем, с Бухарой, с Россией. Именно благодаря добровольным пожертвованиям купцов были построены первые мечети в городе, была создана благотворительная организация, другие объекты социальной инфраструктуры. Қазақстандағы Семей қаласы бұл
экономиканың да, мәдениеттің де негізгі бір орталығы болып саналады. Сондықтан да айтады, біздің еліміздің шығыс өңіріндегі Семей өңірі, жалпы Семей қаласы үлкен өнеркәсіптің орталығы, соның ішінде мынау жеңіл өнеркәсіптің орталығы болып саналады. Семей ертіс өңірінде, мысал үшін осы қаланың іргесінде Компоселокты алайық. Компоселоктың негізгі атауы бұрынғы біздің бабалардың тілінде бұл Ақшағыл деген. Өзі мына Компоселокқа үйлер салынбай тұрған кезде өздері сол жер құмдауыт болып, күнге шағылысып жатады екен. Сонда Ақшағыл дейді екен. Ақшағыл, соң кейін Компоселок аталып кеткен. Оның бер жағында мына ертістің бойында Қайықауыз деген жер бар. Бұл да міне қазір көнеріп, біздің қолданысымыздан кетіп бара жатыр. Семейдің мына шығыс жақ кенті, Птичник деп айтамыз, Березовка деп айтамыз. Сол жерде Малый Ақтөбе деген жаңағы шағын кент бар. Оны сол кезіндегі, ол да біздің бабалардың тілінде Майлыаяқ төбе. Майлыаяқ төбе дейміз, қазір мына Птичник дейміз, мына Березовкада сол жерде құс фабрикасы бар ғой. Құс фабрикасы тұрған жерде қазір біздің қолданыстағы карта бойынша, маршруттар бойынша Малыаяқ төбе, ол жерге жүретін автобустарды Малыаяқ төбе деп барады деп атайды. Ал енді Ақтөбе қайда, бір жер қайда. Сол кезіндегі мына тілдің жаңағы тазалығы сақталмай, кейінгі қоныстанған жұрт біздің бабалардың тілін толық қолданылмағандықтан да енді мөлшерлеп Малыаяқ төбе деп кеткен де. Ал негізі ол Майлыаяқ төбе. Майлыаяқ төбе дегеніміз малдың жаңағы жайылымына, малдың жаңағы тұрақтауына қолайлы жер деген сөз. Бұның ең үлкен ауданның бірі осы Жарма ауданы болып қалыптасқан. Жарма бұл өте қуатты аудан, шаруашылығы да, мәдениетте өте мығым. Сонда Семейден де ол қашық емес. Сосын бұның аумағында білесіздер өте маңызды нысандары бар. Деген сияқты қала бар, Шар қаласы. Бір кезде Шар ауданы бөлек болатын да, Жарма ауданы бөлек болатын. Енді қазір бір аудан емес пе бұлар? Жарма ауданы деп аталады. Енді Жарма станциясы бар. Соның атымен аталған, сол жерде таудың атымен аталған аудан. Бір кезде кеңес заманда зардап шеккен топонимикадан бұған лайықсыз аттар тағылған. Қоныс аударушыларды, мысалы, Михайловка деген үлкен ауыл болды. Сосын кеңес заманда сол мына скотовод деп атады совхозын. Одан кейін оның атын ауыстырып, Ленин комсомолының 60 жылдығы деп атады ғой деймін. Көкпөктінің өз атауы қайдан шықты дегенде, мынау Қайрақты өзенінен бастау алатын Көкпөк өзенінің жағасында Көкпөк өзені, көкпөк өсімдігі көп өскен екен. Көкпөктің отқа жақсаң отын, малға берсең азық, егер өзің қолдансаң, өзіңе шипа болатын дәрі. Осы Көкпөк шөбінің атауынан Көкпөкті аталды. Көкпөктің атауынан осы бүкіл өңір Көкпөкті болды. Көкпөктінің елінде, Көкпөктің жерінде жер атаулары әуезов айтпақшы, жер әңгімешіл деген жердің тарихын айтып тұратын жерлер. Мысалы, Толағай тауы. Толағай тауы ежелгі ертекте қалған аңыз, тау көтерген Толағай, осы Толағайдың атауымен аталып Көкпөктінің қасында тұр. Көкпөктінің жанында Қандыбұлақ жатыр. Қандыбұлақ сонау Шорға шайқасына дайындалған кезде қалмақтарды қырғаннан, қалмақтың қанын судай ағызған, жаудың қанын судай ағызғаннан кейін Қандыбұлақ аталған. Онан кейін Қызылбұлақ жатыр. Бұл Қызылбұлақ шайқасы да осы жаугершілік заманнан қалған, қызыл қан болып аққаннан кейін Қызылбұлақ атанған. Енді Көкпөктінің дәл жанында Қаракезең тұр. Қаракезең ежелгі дүниенің ертегін, ежелгі дүниенің суретін сақтап қалған. Әрбір жартасына таңбалы тастар салынған осындай бір құтты мекен. Бұның ар жағында Өртөңтау жатыр. Өртөңтау дегеніміз жаугершілік заманда ерттеп алатын аттарды жайып қоятын, сондай жерлерге арналған ерттеулі аттар жүретін. Сондықтан да ол ежелгі тілімізде ерттен аталған екен. Ерттен малдар жүретін, ерттен аттар жүретін жер болғаннан кейін.
Ал кейінгі кезде кішкене өзгөчөлөнүп өртөңтөп аталып кеткен. Көкпөктүнүн жері өте атауларға бай, әрбір атауы тарихи. Осының бәрін зерттеп, біліп, кейінгі ұрпаққа жеткізу керек. Ұрпақ келген жерде Илья бастауы, Ильинканың ауылы деп айтпай, ежелгі аттарын айту керек. Ильинканың аты ол бір қыстау болған кезінде. Ол қыстаудың нағыз аты жаңағы біздің Балақай жатқан жер, Балақайдың аты. Сонымен жерімізде үлкен ұлы бабаларымыз жатыр. Осындай жерлердің атауларын ұрпақ біліп, өздеріне сақтап жүргені бізге де керек, өздеріне де керек. Біз оларға жеткізсек, олар өздерінің балаларына жеткізіп отырса деген арман, бүгінгі сөз осындай болмақ. Тарбағатайдың бауырына орналасқан Ақсуат, одан бері жатқан Аягөз жерлері екі аудан қоянды. Бұлар енді ерте тарихи кезеңдерді басынан өткерген қазақ жерінің бір қасиетті пұшпақтарына жатады. Ақсуат ауданын алатын болсаңыз, Тарбағатайдың бауырында орналасқан теріскейінде, мысалы Үржар күнгейін орналасса, бұл теріскейінде ертеде жерді жоңғардан азат еткенде Абылай, Қабанбай, Боранбай билердің заманында осы жерге қазақтың бір бөлігін әкеліп орналастырған. Аягөз өңірі де, Ақсуат өңірі де байқасақ жаңағы осы жерде адам пайда болғаннан бері кезеңдердің барлығы бар. Әсіресе мына бізге ерекше болатын анау ертедегі ғұн кезеңі, түрік кезеңі, осылардың барлығы, Қыпшақ кезеңі, жаңағы біздің хандық дәуірдегі кезеңіміздің барлығы іздері осы жерде сайрап жатыр. Ақсуат аты 19 ғасырдың басынан бар. Ақсуат, сонда мына документтер сақталған. Ақсуат бұлағының басына дейді, ағайынды сарт жігіттері Ичиевтер дейді, диірмен салды дейді. Диірмен салды дейді, бұл 1821 жылдары жаңағы. Сонда сол кезде екі ортадағы территория орыс мемлекеті менен Қытай мемлекетінің арасында даулы болып тұрған. Сосын кейін қазақ руларының да бір талай жаңағы орысқа ниет білдіргені бар, Қытайға ниет білдіргені бар. Не болмаса мына Қожагелді, Дала Мырза сияқты адамдар, Қожагелді батыр, тағысын басқалар, Ертәукебай дейді. Сол кісілер өзімізде ешкімсіз ақ өмір сүре аламыз деген ұстанымда болған. Осы кезде бір қиын кезеңде жаңағы ана Ишиевтердің салған диірменін қора-қопсыларын Ақсуат бұлағының басында соны Қытай әскерге өртеп кетіпті. Осы тарихи документке кірген. Соған қарағанда жаңағы Ақсуат сол ертеден бар атау. Бұл түрік заманынан келе жатқан атау болуы мүмкін ертедегі. Енді оның этимология сөзінен өзі шығып тұр ғой енді. Бұлақты, суатты, шығып жатқан жерден шығып жатқан көзді білдіреді енді. Ақ деуі мүмкін, бұл жермен топырақ аралас шығуы мүмкін жаңағы бұлақтың өзі. Осындайлар бар. Аягөз өзенінің көбіне мына жел қатты соғатыннан көзіңді бас, көзіңді ая дегеннен шығарды дейді. Ол енді қарапайым жаңағы қалжыңменен шығарылған нәрсе ғой. Шынында біздің үлкен ғалымдар кезіндегі Қоңқошбаев сияқтылар, Нұрмағамбетов осындайларға көңіл аударған. Сонда олар айтады, ай екі сөзден шығуы мүмкін дейді. Ай сөзі деген, ай түріктің сөзі, ежелгі түріктің сөзі, бұл әдемі дегенді білдіреді. Окус ертедегі біздің сақ бабаларымыздың сөзінен қалған болуы мүмкін жаңағы. Өз сақтардың өзі қазақ даласын мекендеген бір бөлігі түрік тілде болғанда, ертеде прото-түрік, арғы түріктер, бір бөлігі иран тілден болуы мүмкін. Сондықтан сол екі халықтың тілінен шыққан дейді, ай, окус. Сонда окус өзен дегенді білдіреді, ертеде иран тілді сақтардікі болса. Ал ай әдемілікті білдіреді, сонда әдем өзен деген. Шынында біздің өңірлерде, сол Аягөз не өңірлерінде, Ақсуат өңірлерінде жер атаулары біршама жақсы сақталған. Енді соның жаңағы өзі ол жер атаулары, ежелгі жер атауларды көздің қарашығындай сақтау керек. Ол тарихымыздан хабар беріп тұрады, жаңағы бұрынғы өткен тарихтан. Тіпті ол моңғол тілінен өткен жер атауы болсын. Әрине түрік жер атаулары басым ғой, қазақтікі басым. Осыларды сақтау керек.
жалпы Үржар деген атаудың өзі. Біреулер Ұржар дейді. Ұрылар бекінген жар екен, бәленде түген деген халықтық этимология бұның барлығы. Шын мәнінде Үржар деген Ақжар деген сөз. Ақжар. Ойраттың тілінде 150-160 жыл жеті ұрпақ ауысқанша ол жердің барлығын жоңғарлар мекендеді. Жоңғарлар, әсіресе ойраттар. Сондықтан олардың жаңағы тілі атауы қалды. Үржар деген Ақжар деген сөз. Ойратта ақ түсті үр деп атайды. Қазақта да сөз бар, үр жаңа екен. Үріп ауызға салғанда екен деген. Бірақ ойраттың тілінде Ақжар. Ақжар деген ауыл бар Үржарда. 1904 жылдан 1911 жылдың арасында Үржар мақаншыға переселендер келген. Переселенцы, қарашекпендер. Негізі бұлар жаңағы украиндар. Столыпин реакциясы кезінде келген украиндар, бірақ кейіннен обрусевший орыстанып кеткен. Қазақты қайда шөл, қайда сор, қайда аңызақ, қайда жел, төмен қарай айдап тастап, барлық шұрайлы жерді орыстарға босатып берді. Қарашекпендер. Бұлар 14 жыл бұлар түгелдей қаруландырды. Барлық селолар орыс тілінде. Новотроицк, Благодатный, Покровка, Алексеевка, Некрасовка, Ириновка, Ақсаковка, Кировка, Подгорный, Благодарный. Осылай жаңағы түгелдей атауларды орысша берілген. Шын мәнінде олардың түгелдей қазақша аты бар. Мақаншы туралы. Мақанның шие, мұқанның шие деп халықтық этимология жүр. Тағы да сол. Кәбұлы, құмарлы, Кәб ақсақалдың жаңағы айтуы мақаншы деген мақанчи. Ол барымташы деген сөз. Жылқыны ұрлаушы, жылқыны тартып алушы, барымташы деген сөз. Ол сол ақсақалдың жаңағы өйткені жоңғар империясының астанасы болған жер, мақаншы әрбірден кейін. Қарағайлы орманның басын ежелден қазақтар белағаш деп атап кеткен. Белағаш қайда барасың? Белағашқа барамыз деп біздің мына ертістің жиегіндегі қазақтар сол белағашты бұрыннан белағаш дейтін. Оның өзінің қалай шыққаны өзінің бөлек әңгіме. Бір жазық далада ағаш болған екен. Соларда көкпар жүрген, бәйге жүрген, сол жалғыз тұрған бір ағашқа байланысты белағаш деп атап кеткен кезінде. Отан соғысының кезінде 1940 жылы Мәскеу орталықтан қаулы шыққан. Қырым татарлап кеткеннен кейін Қырымдағы атаулардың бәрі ескі түркі атаулар жойылу керек, орысша аталу керек деген. Сөйтіп сондағы аудан, ауыл, кішкентай теңіз жағалауында кішкентай неге дейін бәрі ауысып, енді нақты айта алмай бір 50-60 елді мекен ауысқан. Соны Совет одағы бойынша барлық соны үлгі көріп, бәрі ойбайлы Москвада сондай қаулы шықты деп ауыстыра бастады. Біздің мына Семей облысында нақты осы Бородулиха ауданында жаңа Белағаш ауданы ұнамай қалды басшылыққа. Ой, мына Белағаштың жері жоқ, орысша аударамыз деп. Бородулиха деп атады. Енді Бородулиха кім болды деп зерттегесеңіз, бір Бородулин деген бір адам болған екен, көпес болған екен, Семеймен арада сауда жасап байып кеткен екен, айғасынан Қарашекпеннің бірі енді. Кедей болып келген, бірақ байып кеткен. Соларда диірмен салған, ауыл салған, егін салған, сөйтіп байып кеткен кезде Совет үкіметі орнағанда ол кулак ретінде қашқан. Бірақ ел сол орынды Бородулиха деп атай бастаған. Содан кейін Белағаштың орны Бородулиха болып кетті. Қойнауы Қарағайлы Алқаба астықты Бесқарағай ауданы 1928 жылы Ресей империясы тарағаннан кейін Кеңес мемлекеті құрылғанда іргетасын қалаған екен. Бүгінгі таңда 390 мыңнан астам гектардан жердің алып жатқан Қарағайлы алқапты киелі мекен. Бүгінгі күні 10 ауылдық округ, 28 елді мекен бар. Бесқарағай ауданы солтүстігінде Павлодар облысымен, Ресей Федерациясымен және де
Курчатов қалаларымен шектесіп жатыр. Бүгін күні Бесқарағай ауданында көптеген ұлттар, ұлт өкілдері өмір сүріп жатыр. Бұл кісілердің бәрі береке бірлікте, тату тәтті, әлеуметтік экономикасы көтерілген аудандардың қатарына жатады. Енді көнегөз қариялардың айтуы бойынша Бесқарағай атауының көптеген аңыз әңгімелері бар. Соның бірін айтып кетсем, бұл қарағайлар бір жерде емес, 5 жерде өскен екен. Осы 5 жерде өскеннен кейін көптеген ауылды мекендер осы Бесқарағайдың түбінде орналасқан екен. Кейіннен осы 1928 жылы елді мекен құрастырылған кезде осы Бесқарағай атауы тарихи атау болып бекітілген екен. Бұл әрине көнекөз қариялардың айтысына қарағандағы аңыз әңгімелердің бірі болып табылады. Мына қазіргі Бесқарағай ауданы Қалмақтың қолында қарады. Мысалы үшін Долан Қара деген атақты бір қолбасшы болған. Сол жоңғардың мықты бір көсемі. Қазір Долон деген ауыл бар, село. Оны орыста Долон деп атап кетті, біз Долон деп атаймыз. Ол Долан деген Қалмақтың атауы ауыл болған. Бірақ сол Қалмақтың ауылдарының бәріне кейін қазақтар келгенде Петр Первый әскері бәрі станица қалды. Кривенка, Семиярка, бұл Глуховка, Стеклянка деген сияқты әрбір 40 километр сайын өзінің станицасын құрып, әскери бекініс. Әскерден кейін жай адамдар келді, гражданский дейді, азамат. Сөйтіп, оларға ауыл құрып алды, ертіске мойны ешкім жол атқан жоқ, қазақтар жол атқан жоқ. Соғыс бітті, соғыстан кейін ядерный полигон деген шықты, Америкамен таласып, содан қалмаймыз деп Сталин Бериясы бар басқа. Сөйткен жер іздеді, атом полигон жаруға. Сонда Дегелеңнің үстінен ұшақпен қарағанда Дегелеңдегі ауылдардың бәрі Ертіс қараға ауып кеткен ғой. Кісі жоқ сияқты, бос жатқан жер деп, соларын таңдап алды олар. Полигонный центр қап. Содан кейін сол Дегелеңге ең жақын тұс Ертістің жиегі Курчатов қаласы қазір тұрған. Олар елсіз бір жағалау жатқан, Ертіс жағалауы аттық, ондарда қазақтар ешкімде болмады. Солар қала салды, Курчатов бастатқан ғалымдар сонда орталық қап, 2 жылда қала сап, Курчатов деп аталып кетті сол қала. Курчатов деген енді айтып отырмын, жаңағы Сталиннің бұйрығымен салынған қала. Бұл арнайы салынған әскери қала, тек полигонда, тек ғалымдар тұрды, тек әскерилер тұрды. Қазір ол азаматтық қала болғандықтан бәрі тұрып жатыр, Қазақстан бір жақсы қаласы болып келе жатыр. Курчатов деген сол саясатқа байланысты қойылған атау. Оның аты Дегелең бола, енді оны келешек көрсетіп жатар. Туған жер енді Абыралы кезінде, бала кезінде 12 жасқа дейін сол өлкеде туып өстім. 63 жылдан кейін ғана мен 12 жасымда ары қарай қалалық болып кеттім. Алматы, одан кейін Семей. Енді туған жердің тартқан зардабы үлкен ғой. Енді ол тек қана Абыралы немесе Абай ауданы ғана емес, жалпақ деймін жұрт қазақтың талай ауыртпалықты бастан кешірді ғой. Қаншама ірі халық болсақ та, ашаршылық, әсіресе 20 ғасырдағы қуғын-сүргін, соғыс қаншама күзеткен. Сол мына шұрайлы жерлердің көбі мына Абыралы аудандағы сол мына полигонның аумағына алынды да, халық қолысып қалды. Әрі қарай сосын аудан жабылды, 55 жыл түпкілікті. Халық аз қалды. 30-40 мың халық тұратын, немесе одан да көп тұратын шұрайлы жерлерінде. Қазір қалғаны осы күнде 8 мың ғана адам екен. Қазіргі Абыралы ауданының аумағында жеке аудан болып қалыптастыруға келмейді деп Жаңа Семей ауданын құрды да, соның құрамында. Осының бәрін енді әрине көбі полигонның аумағында қалғаны әрине өкінішті. Өйткені полигонның аумағында қалу деген не? Ол жер аттары ұмытылады, жоқ болады, халықтың жадынан шығып кетеді. Оларды енді іздестіріп қарасақ, әрине олар карталарда бар. Ал енді үлкен кісілер керісінше, полигон құрмай тұрып дала кезген адамдары, шаруашылықпен, олар әрине оны өте жақсы білген. Міне соңғы адамның бірі, соның бәрін жырға шыққан әкем енді мына Иса Биназарұлы. Бұл сенді елмен қоштасып 64 жылы кеткенде Алматыға көшкен амалсыз
қатты науқастанып мына полигонның зардабынан кеткенде 64 жыл сонда елмен қоштасып, мына жерде енді кітапта абыралмен қоштасу депті, оны көш жолына деген өлең шығарған. Сонда бұл кісінің қоштасқаны кім? Қоштасқаны жер. Жермен қоштасқан. Дегелең мыржық мәстен, жалпақ тайлан, шөл атыр сұңқар қия, қосар шаулы, жалаулы, мәремікпен абыралы, жалғызтау, матаядыр, Көкшетау, татан мен мейзек, міне Бестамақ, Тұлпар, Сірге қорышын, жер атыр, сөрелі, қарамола, бұл аттар біз тіпі көбін көрген жоқпыз. Міне осындай өйткені ескі адамдар ғана білген, жортып жүрген, құтты мекендер, міне сол тағы осындай тізбектелген, осы өлеңінде кірістіріп, солармен қоштасып кетеді. Мына топонимдерді сақтап үлкен көңіл бөлу керек, топонимдерді зерттеу керек. Бұл атаулар неден шықты жаңағы, қай кезең, қай дәуірге жатады, сосын кейін нені білдіреді деген сияқты жаңағы. Бірталай жер атаулары әр кезеңдерде қойыла береді, кейін кезеңдерде де қойылғаны бар. Мысалы, советтік дәуірде қойылғандары да бар. Бірақ қалай болғанда да бір қисынсыз атаулардан көріп, бұрынғы өзінің ескі халықтық атауына келу. Жердің аты, тарихтың хаты, тарихи жерлердің ұмытылмай, ғасырдан ғасырға ұлықталуы болашақ ұрпақтың міндеті болып қала береді.